Мен Оралбекова Іңкәр Оралбекқызы, математика пәні мұғалімімін. 2018 және 2022 жылдар аралығында Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінде білім алдым. Өзім таңдаған мамандықтың қызығына байлай, болашақта одан әрі игере түсіп, келешек ұрпаққа жоғары дәрежеде білім беретініме кәміл сенімдімін. Қазіргі таңда Қаныш Сәтпаев атындағы Шеңгелді мектеп бөбекжай балабақша кешенінде математика пәні мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Математика пәнін оқытудағы мақсатым оқушыларыма математикалық мәдениет, ой әрекетінің математикалық стилін қалыптастырудың негізгі жолы, әртүрлі математикалық есептерді шығару үрдісіне оқушылардың оқу әрекетін ұтымды, тиімді ұйымдастыру және басқару. Мен еш уақытта еш нәрсені үйретпеймін, тек қана олардың оқуы үшін жағдай жасаймын деп Альберт Эйнштейн айтқандай, мен жұмысты ұйымдастыруда мақсат қою, жұмысты жоспарлау, оқушының іс-әрекетін бақылау және бағалау, шәкіртіме кеңесші болуға аса қатты көңіл бөлемін. Және оқушыларды топқа бөліп, әр топқа есеп беріп, оларда талқылауды көздеймін. Сабақ барысында оқушыларым деңгейлік тапсырмаларды орындайды. Әрқайсысы бір мезгілде бастап, білім игеруде өз қабілетіне қарай, өз ісі биігіне жетіп жатты. Оқушылар бір-бірлерін тексеріп, бағалауды үйренді. Осылайша бір деңгейден бір деңгейге өз білімін біртіндеп толықтыра отырып, өз қабілеттерін де жетілдіріп отырады. Менің педагогикалық ұстанымым оқушының қабілетін дамыту, оның әлемін тану, өз мүмкіндіктерін толық пайдалана алуға үйрету және ең бастысы адам болып қалыптасуына көмектесу. Ұстаз шәкірт жанының бағбаны. Әрбір бала жарқыраған шамшырақ, оны жаға білген ұстаз ғана ұтады. Мұғалімнің негізгі міндеті ең құнды әрі маңызды мәселе. Қазіргі кездегі жаңаша оқыту мен тәрбиелеу технологияларын меңгеріп, өз кәсібін ары қарай дамыту. Сол себепті менің келешекке қойған жоспарым білімімді жаңарту, оқытудың жаңа әдістерін ұстануға ұмтылу, оқу процесін қызықты ете отырып, оқушыларды шабыттандыру және ынталандыру.